Баршаңызға сәлем. Осылай бөпемен тамақты дайындаймын бүгін. Менің ойымша бұл ең оңай десерт. 500 грамм сүт, 3 жұмыртқа керек, сосын 200 грамм ұн, кішкене ғана тұз, сосын қант. 5-6 қасық саламыз. «20 грамм сары май саламыз. Ертіп аламыз осылай. Осы дайын сияқты. Қосамыз. Қараңыз, осындай бір келкі болу керек. Жақсылап тұрып оны араластырамыз. Болды. Енді 230 градусқа қоямыз. Менде осындай духовка. Менде пергаментный бумага осындай силиконмен, сол үшін майламаймен жай ғана тамырымды төге саламыз, соған болды. Өте ыңғайлы. Негізі баламен уақытым жоқ. Әдемілеуге маған ең басты ол тез. Сол үшін оңай рецепттермен ғана бөлісемін. Он 15-20 минутқа қоямыз. Міне, оп-оңай. Ал енді кремге көшеміз. Менде осындай қаймақ 20%. Бүкілін салам. Балалар жақсы көреді осын. Майлы, жақсы. Негізі маған қаймақпен ұнайды, бірақ басқа да кремді жасауға болады. Сосын осындай сахарный пудра бар. Дәміне қарай саласыз. Араластырамыз да болды. Кремді осында қоямыз холодильниктің ішіне. Начинкаға мен осындай қопынайды салам. Негізі үйде не бар? Варенье немесе банан, жидек, соны салуға болады. Турап. Менің каналыма қош келдіңіз. Осы каналда тек қана оңай рецепттер болады, өйткені баламен басқаша болмайды. Алиса, стоп. Мінеки дайын. Мінеки көрейік. Буланып кетті. Қазір камераларын дұрыс істейін. Қандай әдемі, қараңыздар. Күшті. Күтеміз, суығанша, сосын крем жағып, әдемілейміз. Менің құлпынайым дайын. Тазалап қойды менің қызым, жуып, маған көмектесіп. Маған үлкендері көмектеседі. Міне менің кухням, бюджет, бардак. Идеальный емеспін мен. Қазір турап қоямыз. Әдемілеп тұрып. Үлкен балаларым кейде десерт деп сұрайды, бірақ ең кішкентай балам 8 ай. Сол үшін маған қиын, бірақ оларға да кішкене көңіл бөлгім келеді. Сол үшін осындай оңай десертті жасауға уақытым бар. Кейде жасап берем, олар қатты не қуанып қалады, балалар ғой. Ішімізді осылай қаудара саламыз. Кремді жағамыз. Негізі ол финский блин. Аты финский блин, қалай айтсаңыздар да. Бірақ ол өте оңай жасалынады. Негізі балалармен көп шаршап қалып, выгорание болып, мен көп видео түсірмедім. Сол үшін мен арнам тоқтап қалды. Бірақ кішкене күш жинап
қайтадан видео түсіретін болдым. Мені қолдап қойыңыздар, лайк басып. Енді оны осылай рулет қыламыз да. Сосын кішкене бір 20 минут тұрса жақсы болады.